Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы өткен сабақта айтқан болатынбыз, деректер қорының негізгі ұғымдары. Осы тақырыпты жалғасы. Бұл сабақ осы сабақта MS Access деректер базасын басқару жүйесінің жұмыс істеу негіздерімен танысасыздар. Құрметті оқушылар, өткен сабақта біз мынандай тапсырма берген болатынбыз сіздерге. Осы тапсырма бойынша сендер сәйкестендіру тесті деп аталатын тапсырмада деректер қорының 3 түрімен танысқан болатынбыз. Осылардың қайсысы реляциялық деректер қоры, желілік деректер қоры және иерархиялық деректер қоры дегеніміз не екенін сәйкестендіру керек болатын. Енді жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Реляциялық деректер қоры дегеніміз ол кесте түрінде ұйымдастырылған деректер қоры. Желілік деректер қоры дегеніміз нысандардың арасындағы өзара байланыс түрі, және иерархиялық деректер қоры дегеніміз жазба элементтер реттеліп жазылады да, бір элемент негізгі болып саналады, қалғандары барлық деп есептелінеді. Енді үй тапсырмасына мынандай тапсырма берген едік. MS Excel программасында менің сыныбым деген деректер қорын жасау керек. Мен сендерге шамалап келтіріп қойдым. Мына бағандардың барлығын өріс деп аталады, ал жолдардың барлығын жазбалар деп аталады. Осылар осындай деректер қорын жасауға болады. Үй жұмысын салыстырып көріңіздер. Егер осы кестеге ұқсас болса, кішкене ұқсас болып келетін болса, онда сендер тапсырманы дұрыс орында деп есептейміз. Енді құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызда MS Access бағдарламасында деректер базасын қалай құрылады? MS Access бағдарламасының негізгі 7 нысаны қандай? Деректер базасының басқару жүйесінің 3 негізгі функциясы қандай? Осы сұрақтарға жауап аламыз, және деректер базасының құру барысында өріс типтері қандай болады? Сонымен танысып өтесіздер. MS Access бағдарламасын құру үшін кәдімгідей MS Office программасында пуск программы, MS Office пакетінің ішінен MS Access бағдарламасын таңдап аласыздар. Содан кейін жұмыс интерфейсі ашылады. Содан кейін файл создать новая база данныхты бассаңыз, жаңа деректер базасын құрасыздар. Содан кейін осы деректер базасын ат бересіңдер, өзіне сол деректерге байланысты, содан кейін дискіге сақтап қоя аласыздар. Деректер Access деректер бағдарламасының негізгі 7 нысаны болады. Оны орысша айтқанда объекты деп айтады. Кесте, таблицы дейді, есеп, отчеты, қалып, форма, сұраныс запросы, макрос, модуль және беттер деп аталады. Кесте дегеніміз ол жазбалар мен өрістерден тұратын деректер базасының негізгі нысаны болып келеді. Ол белгілі. Одан кейін сұраныс деректерді бір немесе бірнеше кестелерден қолданушының қойған аты бойынша іріктеп алуға арналған құрал. Қалып форма деп аталады. Форма кестелер мен сұраныстардағы деректерді ыңғайлы түрде экранда бейнелейтін және оларды басқаратын құрал. Енді есеп отчеты дейді. Кестелер мен сұраныстардағы деректерді ыңғайлы және көрнекі түрде экран бетіне басып шығаруға арналған құрал. Макро командалар жиынтығы. Деректер базасында қандай да бір операциялар жиі қолданылатын болса, онда олардың командаларын бір макросқа жинап, оған пернелер комбинациясын сәйкестендіруге болады. Модуль деп аталады. Енді модуль дегеніміз ол Visual Basic тілінде жазылған ішкі программалар. Беттер дейді, страницы деп аталады. Әртүрлі типтегі веб құжатты құруға мүмкіндік береді. Мінекей осындай 7 негізгі нысандары болады. Енді деректер базасының басқару жүйесінің 3 негізгі функциясы болады. Ол бірінші деректерді анықтау, екінші деректерді өңдеу, үшінші деректерді басқару. Енді жаңағы бағандар ол өрістер деп аталады деп айттық сіздерге. Енді осы өрістердің өздерінің арнайы типтері болады. Мәтіндік тип, яғни ішіне тек қана таңбалар арқылы жазылады. Сандық тип болады, күні, уақыты, дата, время деп айтылады. Ол да бір типке жатады. Яғни мысалы бір нысанның оқушының немесе аты жөні, туған күні деп алынатын болса бір өріске, ол өріске міндетті түрде осы дата и время деген өріс беріледі, тип беріледі. Ақшалай тип белгілі, есептегіш деген ол жолдардағы кодтарды, яғни бұл өсу ретімен жазыла береді. Мема типі деп, бұл енді кәдімгі мәтіндік типке жақын келеді, бірақ мәтін типте 256 символ болып шектелінсе, бұл жерде
65535 символға дейін жазуға болады, сақтауға болады. Енді оля типі деген ол өріске кірістіруге болатын графика, сурет, сондай нысандарды кірістіруге болады. Логикалық тип дегеніміз ол арнайы бір типтерде, мысалы иә немесе жоқтаған екі ғана мән қабылдай алатын типтер болады, соны логикалық тип деп аталады. Және гиперсілтеме, өріске гиперсілтеме қоюға болады. Бұл жерде вставка, гиперссылка деп бассаңдар, өріске гиперсілтеме қоюға болады. Олдан кейін орналастыру шебері деген бар. Бұл мастер подстановок дейді. Кестелер арасындағы байланысты орнататын шеберді іске қосу командасы. Мінекей өрістің осындай бірнеше типтері бар. Енді осы өрістердің типтеріне қарап отырып, қазір келесі тапсырманы орындаймыз. Келесі тапсырмада берілген кестедегі өрістер типін анықтау керексіздер. Мінекей осы берілген деректер базасындағы мына өрістердің әрқайсының өздерінің типтерін анықтап дәптерге жазыңыздар. Видеоны тоқтатып қойып, тесте дәптерге жауаптарын тесте жазып, ұстаздарыңызға жіберсеңіздер болады. Ұстаздарыңыз тексеріп, сіздерге бағаларыңызды айтады. Мінекей оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта деректер базасы, Access деректер базасында деректер қорын құрып, ары қарай жұмыс жасап үйренесіздер.